Okuşlar, oturağa koyunuzlar. Bugün көркем еңбек сабағы. Үйге тапсырма берілген болатын үтік туралы мәліметтер біліп келіңдер дегенде. Қайсысын дайындалып келіңдер бұл сабаққа? Өте жақсы. Лоқардан бастай қойайық. Лоқар келе ғой. Бүгіндері тұрмыстық техникалардың ішіндегі ең жауапты қызметті атқаратын үтіктерсіз жағдайымыз сәл қиынға болар ма еді, кім білсін. Сонда да ол кездегі адамдар мыш-мыш киіммен жүрген бе? Жоқ, әйтеуір бір амалын тапқан. Бүгінгі үтіктің кешегі сықпыты қалай болады екен? Ең алғаш үтікті кім жасағаны туралы нақты дерек тарихта сақталмаған. Ежелгі уақытта адамдар жуылған киімнің мыжылғанын кетірмек болып талай әдістер жасады. Мысалы, сулы матаны тарту арқылы киімді түзетуге тырысты. Ежелгі Рим халқы киімнің қыртысын түзеу үшін қызған тастарды пайдаланған. Бірақ бұрындары үтіктің қызметін домалақ ыстау таяқшалар атқарған. Мұндай таяқшалармен құрап киімдері үтіктегенде де кейін оны кір жазатын және бұлғарын ысытатын ағаш тақтайшамен түсірілген. Ерте заманда қолдан тігілген киімдерді үтіктеу қиынға соғатын еді. Ондай кезде ыстығы басым құралдардың көп көмегі болған. Жақсы отырауға. Көрдіңдер ме? Бұрынғы замандағы мынандай ағаштармен үтіктеген екен. Келесі тағы да бар ма айтатындарың? Кім айтады? Инар айта ғой. Алғашқы үтік туралы деректер 1636 жылы орыс тіліндегі жазбаларда кездесе бастады. Кейіннен шеберлер үтіктерді күмістен жасай бастады. Үтікке жасалу күні мен шебердің есімін жазуда сәнге айналды. Сол замандағы үтіктердің сипаты мынадай: 19 ғасырдың соңына қарай сауда айналымға газбен жұмыс жасайтын үтіктер шыға бастады. 1892 жылы электрлі үтік өмірге келді. Жақсы балалар, қыздар, бүгін сабаққа жақсы үй тапсырмасын жақсы етіп орындап келген екенсіңдер. Өте жақсы. Балаларға енді өз-өзімізді бағалайық да. Лоқарды қалай айтты? Өте жақсы айтты. Одан кейін Ұлжан айтты. Өте жақсы айтты. Тағы кім айтты біздерде? Гүлнар айтты. Жақсы айтып шықты. Жақсы балалар. Енді әрі қарай бүгінгі тапсырманың сабақтың тақырыбын айтып кете қояйық. Жиынтық құрастыру, бөлшектерді пішу, жеке бөлшектерді өңдеу, бұйымды әшекейлеу. Бүгінгі күн райын жасап қойыңыздар, сосын тақырыпты жасап қойасыздар. Жазып қойдыңыздар ма? Әрі қарай оқу мақсаты, сабақтың мақсаты заманауи тоқыма және сәндеу материалдарын қолдана отырып, тігін машинасына технологиялық талапқа сәйкес конструкциялық бұйым жасау. Тігін бұйымдарын ылғалды жылумен, өңдеу терминмен танысамыз. Бағалау критерийі: матамен және тігін құралдарымен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік ережелерін біледі. Матаның оң теріс жағын ажыратады. Тігін бұйымдарын ылғалды жылулы өңдеуден өткіземіз. Дискриптор заманауи тоқыма және сәндеу материалдарын түрлендіреді, қауіпсіздік ережелерін сақтайды, тігін машинасын қолданады, өз бұйымын креативті оймен орындайды. Енді бүгінгі жиынтық дегеніміздің өзі, жиынтық әр қайсысы жиынтықтың құрамды бөлігі болып табылатын екі немесе одан да көп бұйымнан тұратын киім. Оны қосымша элементтер, аксессуарлар немесе сюжетерия арқылы толықтырылады екен. Енді мынау мақал жұмбақты сіздерге жасай қойайық. Қызып кетсе табаны, бар жалғыз-ақ табаны. Бар жалғыз-ақ шатағы іздей бастар матаны дейді. Иә, өтінен оның бәрін біліп отырған барсыңдар. Қызып кетсе табан, жалғыз-ақ табаны бар деп сөздерінен-ақ белгілі. Жақсы.
ылғалды жылу мен өңдеудің маңызы өте зор. Оны қысқаша ИЖÖ деп атайды. Тиімді ылғалды жылу мен өңдеу немесе қарапайым үтіктеу ісі бұйымды дайындау барысында бөлшектер мен әртүрлі тігістерді, үтіктеу бөлшектерді желіммен біріктіру, кейбір бөлшектерге көлем беру, сонымен қатар соңғы әрлеу жұмысын жасау үшін жүзеге асырылады. Ылғалды жылу мен өңдеу үтіктеу немесе нығыздау арқылы орындалады екен. Еске сақтайтынымыз, бұйымды үтіктеу барысында мақта маталарды үтіктеу үшін тек 200-270 градуста болуы тиіс екен. Яғни оларды ылғалдап үтіктейді екенбіз. Келесі зығыр маталарды 250-300 градуста ылғалдап үтіктейміз. Табиғи шүбекті 140 градусқа дейінгі температурада ылғалсыз әр теріс жағынан өтіктеледі екен. Тапшанды жібек 140 градуста тапшыдан дақ қалдыратын теріс жағынан құрғақ үтіктеледі екен. Енді үтіктегенде біз құрғақтайды үтіктейміз және сулайды үтіктейміз. Енді бүгінгі біз қазір сарамандық жұмыс жасаған кезде осы тапсырмаларды орындаймыз. Осыны сіздер есте сақтаңыздар. Қандай маталармен жұмыс жасаған кезде үтікті қандай қызуда градуста ұстау керек екен. Енді үтіктеу үшін біз үтіктің қалыптары болады. Әртүрлі қалыптарын көріп отырсыздар. Бұларды сіздер жаңағы тігін киім тігетін үстелдің үстіне қойылады. Бұларды жаңағы тігін шеберханаларда пайдаланады деп отқан ғой енді. Әркім үйде бола бермейді. Бұл тек тігін шеберханаларда, үйлерде болады. Столы болады да әрқайсының. Оны біз столдың үстіне қоюымыз керек. Бұйымды сәндеу, бұйымды өңдеу сапасын арттыру және ылғалды жылуды өңдеу жүргізу үшін түрлі құрылғылар, атап айтқанда арнайы қалыптар мен үтіктер, жастықтары, үтіктеуге арналған мата қолданылады. Үтіктеуге арналған матаға 50-70 см өлшемдегі ақ түсті зығыр немесе мақта мата қойылады. Синтетикалық жіп қосылған матадан жасалған бұйымды ылғалды жылумен өңдеу үшін ләке, майка, фланел қолданылады екен. Енді ақ матадан тігілген бұйымды біз үтікке тек таза матаны қолдануымыз қажет екен. Басқа түсті қолдансақ, бұл бояуы түсіп кетуі мүмкін. Ылғалды жылумен өңдеудің негізгі түрлері. Бұның 3 түрі бар екен. Бірінші, тігістеп үтіктеу. Үтіктеу кезінде деталды немесе тігін бұйымдарын үтік тақтасына жайып, олардың қалыңдығын азайту үшін ыстық үтікпен тігіс түбінен бүгілген жерден немесе шетінен басуымыз керек екен. Енді айыра үтіктеуде тігін бұйымдарындағы тігіс әріптерін қарама қарсы жаққа жаяды және оларды ыстық үтікпен оларды матаға бекітеді екен. Жатқыза үтіктеуде тігін бұйымдарындағы тігіс әріптерін немесе бұйымның шеттерін бір жаққа жатқызады және сол қалпында бекітіледі екен. Енді мына сіздер көріп отқан ылғалды жылулық өңдеу барысында қолданылатын құралдар. Қазіргі заманда осындай бу өтектер қолданылады. Оларды біз жаңағы сәндерде, қазір өзіміздің үйлерімізде де бар, солай ма? Қазіргі замандағы бұл бу өтегі. Өте жеңіл, ілгіштерге іліп, өзімізге де ыңғайлы болып тұрады. Енді қауіпсіздік ережелеріне не қояйық, еске түсіре қояйық. Қауіпсіздік ережелері үтікпен үтіктегенде қандай қауіпсіздік ережелерін білесіңдер? Қолыңызды абайлап. Ботагөз орнынан тұрып айта ғой. Қолыңызды абайлап ұстауыңыз керек. Пісіріп алмауыңыз. Иә, ыстық болған кезде өте абай болуыңыз керек дейді. Алжан айта ғой. Сонымен қатар осы бұл типті қолданып болғаннан кейін тиісті орнына қоюыңыз қажет. Өте жақсы. Айта ғой. Гаухар айта ғой. Үтікті қыстырғанда оның электрге қыстыратын
жерін суға ұстауға болмайды. Егер оны суға ұстасақ, ток соғып кетуі мүмкін. Жақсы, тағы бір рет. Ба? Еске түсіріп болдық па? Жақсы. Әрі қарай. Жалғастырайық. Енді, мына жерде жаңа сізден айтпай кеткен үтігімен жұмыс кезіндегі сақталатын қауіпсіздік ережелері бар ма екен мына жерде? Үтікпен жұмыс істер алдында маусымның дұрыстығын тексеру керек, қисайып, майысып қалмау керек, үтікті құрғақ қолмен ұстау керек деп жаңа кім айтты бізде? Құлжан айтты да. Үтік қойғышқа қою керек екен, оның айтында солай ма? Маусымның үтік табанына түйумен қадағалау, жұмыс орнының соңында үтікті өз орнына соқтан ажыратып, өз орнына қоюымыз керек екен. Жақсы, әрі қарай. Ылғалды жылулық жұмыстары істегенде техника қауіпсіздігінің ережелері дейді. Кім айта қояр екен? Айтпағандарым. Назым оқи ғой. Бөтектерді алдын ала дымқылдайды немесе булайды. Содан соң толық кеткенше үтіктейді. Тігісті үтіктер алдында оны екі жағынан отырғыза үтіктеп алу керек. Содан кейін шығыңқы жерлерді бөлшектер бетіне жатқыза үтіктейді. Дымқылдық жылулық өңдеуді ішкі жағынан тегіс бетінше ешнәрсе жаймай өң бетіне жайып атқару керек. Бұйымдарды ылғалды жылуда өңдеуден өткізу негізінде ішкі жағынан пресске салып оң жағынан жүргізіледі. Үтіктеген соң бүктеу үтіктері халаттың мата бөлшектеріне шет жақтарын өңірі жаға тегістары және тағы басқа дымқылдық жылулықпен өңдеудің екі қайтара өткізу ұсынылады. Алдымен сәл дымқылдап немесе дымқылдамай үтіктейді, содан соң бөлшектерді қажетінше дымқылдап қайта үтіктейді. Енді бұл балалар осында ұмытпай жүріңдер, бұл ылғалды жылулықпен жұмыстар істеген кезде қандай қауіпсіздік ережелері бар екенін ұмытпаңдар. Енді бұл үтік дегенде біз жаңағы көліктің шетін, жағамыздың шетін қайырғанда желімдік біріктірулер болады екен. Желім деген. Қазір мен сіздерге көрсетемін сырамандық жұмыста. Сол кезде жасағанда көресіздер. Кім айта ғой? Кім оқи қояды? Назерке, Тігін бұйымдарын отырау, келісті. Кім айтар екен? Динар айта ғой. Тігін бұйымдардың дайындауда желімдік біріктіру кеңінен қолданылады және бөлшектерді өңдеу уақытын азайтып сапасын жоғарылатады. Желімдік іштік материалдарды қолдану арқылы бұйымды әртүрлі конструкциялық пішінде дайындауды қамтамасыз етеді. Қазір бұл желімдік жұмыс жасаған кезде сіздерге көрсетемін. Енді қазір кері байлар жасау қояйық. Жаңа біз сұрақтар берейік, соған сіздер жауап бересіздер. Өткен қандай не ұқтық бүгінгі тақырыпта? Не ұқтық? Жиынтық дегеніміз не? Айта ғой. Жиынтық дегеніміз әрбір қазақи әшекейлерде жасалатын киім. Олар әртүрлі аксессуарлардан жасалады. Содыра ғой. Екінші, ылғалды жылуды өңдеу кезінде зығыр маталарды қанша градусқа үтіктейміз? Айта ғой, Назерке. Зығыр маталарды 250-300 градуста үтіктейді. Әрі қарай, ылғалды жылуды өңдеуге арналған құралдар. Қандай құралдар бар деп айтты? Әртүрлі буландырғыш үтіктер және термометрлер. Жақсы. Мына термометр неме қалай дедім? Термореттегіш. Термореттегіш деп отырғанымыз, бұны біз үлкен нелерде, фабрикалардан қолданады екен. Жұмыстарды, құралдарды. Әрі қарай, ылғалды жылу жұмыстарының қандай негізгі тәсілдері бар екен? Жаңа айтты ғой. Айта ғой. Тегістеп үтіктеу, айырүтіктеу, өңге жатқызады. Жақсы отырамын. Үтікпен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік ережелерін жаңа бәріміз білдік, солай ма? Бәріміз түсіндік қой да? Жақсы. Онда біз әрі қарай қауіпсіздік сарамандық жұмыс жасайық. Сарамандық жұптық жұмыс жасаймыз. Бәрімізде осы жұмысты жасамастан бұрын не жасаймыз? Бірінші топ. Киімнің бөлшектен желім лентасын бұйымның етегін қайырамыз. Келесіміз бұйымның ою өрнектерімен
жерде мынандай оюларды қарап отырсаңдар, дайын оюлар болады. Бұлар дүкендерде болады да. Оның ойылған және оның шетін қарап тұрсаңдар, шетінде несі бар? Тігілген да, шеттері тігіліп астына салған. Енді қазір отырып біз көшекті қыстыра қойыңдаршы да. Көшекті қыстырамыз. Жаңа лента деп айтып отырғаным мынау. Өйткені мынаның етегін ішіне салып жасқалаймыз. Түсінде ма? Қазір енді біз мынандай кішкентай оқушының жереткісін алып отырмыз. Жереткісін осы жереткінің екі өңірін, екі алдында, өңірін деп отырмын, екі алдын, сосын екі қалтасына оюды жасамайды. Мына оюларымыз қандай ою деп айтамыз? Қошқар, мүйізді, ал өтіп қыстырып бар. Ал жақсы қыздар. Жаңа не істеуіміз керек деді? Үстеу кезінде болуымыз керек. Жақсы, бірінші бастай қойыңдар. Қайсың бастайсыңдар? Бірінші қойып аласыңдар, сосын бірден үстін бастайсыңдар, не істейміз? Дәкемен. Ақ матамен, дәкемен бастырамыз. Келесі оқытын жасай қойыңыз. Оюды салыңыз. Дұрыстап салып ал. Сосын ішіне, сыртына. Ақ матаны қойып, үстіне өтіппен басамыз. 200 градус. Atlet'i batırıp bitirir, sonra bana basarın havasında. İyi var otururlar. Peki, bizim ballarımızın, kızlarımızın tasağım şunысы. Екі өмірге не жапсырдық? Бұл киімнің өзінің несі беріп жатыр? Әрлеп жатырмыз, сәндеп жатырмыз, бұның мынандай шетіне деп жаңағы аксессуарларды пайдалануға болады. Брошкілерді, қадақия нәрселерге, салқыншақтарды, солай ма? Бауларды қадап, сөйтіп әдемілеуімізге болады екен. Жақсы отыра қойыңдар. Жақсы бүгінгі неге сабаққа жақсы қатысқаны үшін мен Құлжанға қандай баға қоямыз? Бас бармақпен көрсете қойып, өте жақсы деген баға қоямыз. Гауһар жақсы айналып келіпті. Оған да бас бармақ арқылы баға қоямыз. Бізге тағы шықты біздерде. Ильнара шықты үй тапсырмасында. Жақсы оқысын. Оған да жақсы деген бас бармақ арқылы көрсетеміз. Солай ма? Әлде бұлай қоямыз ба, әлде бұлай қоямыз ба? Жоғары көтереміз да бас бармағымызды. Келесі тағы бізге жауап береміз. Назгүлді жақсы айналып келіпті. Оған да жақсы баға қоямыз. Жақсы рахмет. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.